Сәбилердің түсі неге жорылмайды? Кейбір аналар маған 5 жасар қызым түс көрді, жаңағы 10 жасар ұлым түс көрді дейді. Сәбилердің түсі жорылмайтын себебі олар жауапкер емес. Яғни түс жору бұл жерде ескерту және сүйінші. Адам бір қателік жасап жатса, ескерту ретінде түс көреді. Адам бір уайымдап жүрген болса, сен уайымдама деген сүйінші түс көреді. Ал бұл ескерту, сүйінші деген нәрсе кімдерге? Бұл жауап парыз, бұл жауапкер адамдарға. Жауапкер деген кім? Бұл ислам шарты бойынша балиғат жасына жеткен, ақыл санасы бар әрбір еркек әйелдер. Ал енді кішкентай сәбилер, бұлар жауапкер емес. Бұлар өмірде не істеп не қойғанына, бұзықтығына сұралмайды. Сол себепті олардың түсінде сүйінші не ескерту бабына жору болмайды. Олардың түсіне бірақ мән беріледі. Олардың түсі көріп жатқан бұл ол кісі балалардың әлемді қабылдау қалайнан жүріп жатқанын көрсетеді. Яғни мысалы бір кішкентай қыз баласы пайғамбар алейхиссалам түсінде көрген екен. Әдемі жаңағы ата дейді қасына келіп, маңдайына сипап жаңағы әңгіме айтып осындай деген. Бұл деген ол кісіні, ол адамның отбасындағы адамдардың исламда намазхан әке-шешесін, және олар оған Алла тағаланы жаңағы жақсы дәріптеп, дінді жақсы дәріптеп, пайғамбар алейхиссалам жақсы дәріптеп жатқан белгісі. Бұндай түсті кімдер көреді? Бұндай түсті жаңағы ертегі айтып берген, мысалы қисса, пайғамбардың қиссасын ертегі тыңдап өскен балалар осы түсті көреді. Бұндай түсті көріп жатқан адам әлбетте оның ата-анасынан жақсы тәрбие алып жатыр, дін жайлы жақсы түсінігі бар деп оларға сондай баға беріледі, жору емес. Одан кейін кейбір балалар бар, жаңағы түсінде отқа жанып жатырмыз дейді, қап-қара бірдеңелер қуып жүр дейді. 5 жасар балалар айтады, яғни ата-анасының айтуынша. Бұл ол балалардың бұл әлемді дұрыс қабылдамауында және де ата-анасының дінді тозақпен дұрыс жеткізіп жатпағанынан себебінен көріп жатыр. Яғни ол жерде жаңа қараңғылықты көру, ол жерде мен әке-шешем осындай адам, жаңағы дүние мына жаман, ана адамдар алдап кетеді екен, мына адамдар адам ұрады екен, мектептен осындай екен деген сияқты. Яғни бүкіл әлемді өте қара жаңағы жамандық халінде өзіне қабылдап жатыр деген сөз. Бұндай балаларда түс көргіштерге әлбетте ата-ана өзі оның ой санасын өзгерту керек. Бір әйел адам айтады, мен 1,5 жасар дейді, балам түс көреді, ол түсін маған айтқанда мен өзім шошып кетемін дейді. Ондай балаларды әлбетте бірінші молдаға барып бір оқытып алған дұрыс, екіншіден оған жақсы ертегілерді тек жақсылық айта беру. Қандай балалардың дұрыс өсіп жатқанын білінеді. Олар жаңағы айтқандай өте жарық бейнеде түс көрулері, яғни көбелектер, аспан, күн өте ашық ауа райы, ата-анасымен қыдыру, осы түстерді көріп жатқан балалар әлемді жақсы қабылдап, психикасы жақсы дамып келе жатқанын білдіреді.